Бірінші есебімізде былай дейді. Қабырға сағатының минуттық тілі сағаттық тілінен неше есе тез қозғалатынын табыңыз дейді. Мына бір логикалық есеп оңай сияқты, бірақ түсінбеген адамға бұл кәдімгідей қиын көрінеді. Бірінші, қабырға сағаты деген не ол? Соған бірінші тоқталып өтейікші. Қабырға сағат деген мынандай бір дөңгелек сағат, иә? Ол жерде бізде 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деген сағаттар бар. Білеміз, иә? Енді осы жерде бізде сағаттық тіл деген ол кішкентайлау болады. Минуттық тіл деген, енді ол барынша не болады бізде? Ұзындау болады. Енді осы жерде біз нені білуіміз керек? Қараңдар. Бір сағатта біздің минуттық тіліміз айналып шығады. Бір сағатта 360 градусты бірнеше рет айналып шығады, иә? Сол кезде сағаттық тіліміз тек қана сағаттық тіліміз былай көрсете салайыншы. Бір сағатқа ғана жылжиды екен. Тек қана бір сағатқа ғана жылжиды. Сонда мынау әрбір сағаттың арасы неше градустан деген сұраққа жауап табуымыз керек. Ол үшін шеңбердің жалпы өлшемі бізде 360 градус екені бәрімізге мәлім. Сонда бұл шеңбердің жалпы өлшемі неше бөлікке бөлінген? Яғни 12 сағат жазылған, сондықтан да ол 12 бөлікке бөлінген. Сондықтан да мен 360-ты 12-ке бөліп жіберетін болсам, 30 градус шығады екен. Демек, әрбір сағаттың арасы 30 градуста. Яғни, бір сағат толық айналу үшін мынау берілген минуттық тіл 60 рет айналым жасау керек. Демек, осыдан біз қандай жағдайды түсінуімізге болады? Енді берілген 360 градусты мен 30 градусқа бөліп жіберсем, сонда менде 12 шығады екен. Яғни, бұл деген сөз 12 есе тез айналады деген сөз екен. Яғни, сағаттың жылдамдығына қарағанда минуттың жылдамдығы 12 есе тез екен. Мінекей, дәл осылай біз бірінші есепті аяқтап тастадық. Екінші есепке кеттік. Екінші есеп бізде жұмысшыларға байланысты есептер. Жалпы бұл есептерді біз пропорциямен шығарамыз. Пропорция тақырыбында бізде үш түрлі жағдайда болады. Тура пропорционалдық бар, кері пропорционалдық бар, және күрделі пропорционалдыққа байланысты есептер болады. Енді ол жерде осы үш түрлі жағдайды біз үш түрлі тәсілмен шығарамыз. Бірінші көбелек әдісі, екінші баллончик әдісі, күрделі пропорционалдықтың шешудің өзінің тағы да бір әдісі бар. Мына есепке тоқталайық. Қараңдар. 3 жұмысшы белгілі бір жұмысты 15 күнде бітіреді дейді. 5 жұмысшы сол жұмысты қанша күнде бітіретінін анықтаңыз дейді. Демек, бұл жерде біздің істейін деп отқан жұмысымыз қараңдар. 3 жұмысшы 15 күнде бітіреді дейді. Яғни қазір пропорцияға келтірейін деп жатыр. Енді жұмысшылардың саны артты, демек сәйкесінше жұмыс істейтін уақытта азаю керек. Ал осыны түсінген оқушылар бұның кері пропорция екенін түсініп алды. Егер есептің сен кері пропорция екенін білсең, оны жай ғана баллончик әдісімен шығара салады екенсің. Баллончик әдісінің негізі мынау жоғарыда тұрған екі санның көбейтіндісін астындағы тұрған сандарға теңестіру керек көбейтіндісіне. Сонда қараңдар. 15 көбейтілген 3 тең болады екен 5 көбейтілген x-ке. Мынау бізде баллончик әдісінің негізі. Сонда мұндағы x-ті табатын болса, 15 көбейтілген 3-ті бөле салады екеніміз 5-ке. Сонда 5 пен 15-ті қысқартып жіберетін болса, мына жерде 3 қалады. Сонда x-ті тапқым келсе, мен 3-ті көбейтеді екенмін 3-ке. Сонда x деп отқанымыз бізде 9-ға тең екен. Яғни 5 жұмысшы осы жұмысты 9 күнде аяқтайды деген сөз екен. Демек, бұл біздегі екінші есеп болатын. Келесі есебіміз бізде үшінші есеп. Демек, мына типтегі есептер уже бізде С деңгейлі есептер деп аталады. Демек, бұл С деңгейлі есептерді пропорцияны қолдана салып, біз оңай кіріп кетуімізге болады екен. Қараңдар, бізде айтады, 2а минус 5b деген өрнегіміз 7с-ға тең екен. Енді бізге айтады, 3а минус 7,2-ден 1 b өрнегінің мәні неге тең болады деп сұрақ қойды. Енді қарап отырсақ, 2а деп отқан ол қандай да бір шама деп ойлайық. Мұндағы 5b-ны да қандай да бір шама деп ойлайық. Мұндағы 7с-ны да қандай да бір шама деп ойлайық. Ол ауырлық шамасы болуы мүмкін, ұзындық шамасы болуы мүмкін, әртүрлі бір шама деп ойлайық. Сонда қараңдар, 2а шамасы 3а деген шамаға артты. Сәйкесінше 5b деген шамада 7,2-ден 1 деген шамаға артты. Демек, менің 7с деген шамам да
қандай да бір шамаға арту керек. Енді осы арту шамасын табу үшін мына бір логиканы қолданамыз. Қараңдар. Мұндағы 2а деген шаманы мен 3аға арттырдым деп ойлайын. Ал 7с деген шама ол қаншаға артты деген ол бізде x белгісіз болсын. Сонда бұл берілген пропорция бізде тура пропорционалдық. Неге? Өйткені бір шама артқанда екінші шамада арту керек. Сонда біз бұл есепті шығарудың көбелек әдісін пайдаланады екенбіз. Мінекей, көбелек әдісінің негізі оларды бір-біріне көбейту керек. Сонда қараңыздар, біз 2а-ны көбейтеміз x-ке және 7с-ны көбейтеміз 3а-ға. Сонда мұндағы x-ті табу үшін 7с көбейтілген 3а-ны бөліп жібереді екенбіз 2а-ға. Сонда бізде қараңыздар, мұндағы а мен а-ны қысқартып жіберем. Сонда а мен а-ны қысқартып жіберсем, менде 21с қалады. И астында бөлінген 2 бар да. Енді осы 21-ді мен бөлінген 2-ге бөліп жіберсем, сонда с-ның мәні шыға салады екен. Енді 21-ді 2-ге бөлетін болсам, 10 бүтін деп айтайын сразу, 10,2-ден 1 с шығады екен. Яғни біздің x деген шамамыз осыған тең екен. Ал бұнда есеп бізде д нұсқасында көрсетілген екен. Мерген дейді, нысанаға жалпы 30 оқ атты дейді. Нысанаға тиген әр оғына 5 ұпай берілді дейді. Ал тигізе алмаған әр оқ үшін 2 ұпайды шегеріп алып тастады дейді. Мерген жалпы оқтың тек тең жартысын ғана тигізе алды дейді. Онда жинаған ұпайының саны қандай дейді. Демек, бізде есепті айтып жатыр, тең жартысын тигіз дейді. Демек, барлығы қанша болды? Барлығы басында 30 оқ болды. Демек, оның тең жартысын тигізу деген сөз, оны 2-ге бөлу деген сөз. Сонда 30-ды 2-ге бөліп жіберетін болсам, бізде қанша болады екен? 15 оқ. Демек, 15 оғы тиген, атылған 15 оқ не істеген екен? Тиген екен. Демек, әрбір тиген оқ үшін 5 ұпай беріп жатыр. Демек, біз 15-ті көбейтеміз нешке? 5-ке. 15-ті 5-ке көбейтіп жіберсек, онда бізде қанша ұпай шығады? 75 ұпай шығады. Бірақ бір нәрсені ескеру керек. Тимеген оқтар үшін олар 2 ұпайдан шегеріп отырады. Көп оқушы осы нәрсені қалдырып кетуі мүмкін да. Сондықтан да нешеуі тимеді десе, біз айтамыз 15-і тимеді дейміз. Демек, оны көбейтеміз 2-ге. 15-і тимеді, оны 2-ге көбейттік. Сонда олардың шегеру ұпайлары бізде 30 екен. Яғни 30 ұпайды шегереді. Олар 75 ұпай жинады, бірақ 30 ұпайын шегерді. Демек, 75-тен 30-ды алатын болсақ, бізде жалпы 45 ұпай жинаған шығады екен. Ал бұл бізде д нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Мінекей, жігіттер, қыздар, осындай логикалық есептер келіп тұрады екен. Ең бастысы бұл жерде калькуляторды жақсы қолдана алсақ, есеп шығып тұр ғой. Солай ма? Кеттік ары қарай. Келесі есебіміз. Мына түрдегіде бір түрлі бір түсініксіз есептер келіп қалуы мүмкін. Пайызға байланысты есеп екен. Осы есепті бірге отырып талдап көрейік. Қараңдар. А белгісі санының жартысының дейді, 20% дейді. Сол белгісі саны а санының қанша проценті болатын анықтаңыз дейді. Демек, бұл жердегі а деген сан белгісі сан. Енді біз бұл есепті есептеу оңай болу үшін мынандай бір логиканы қолданамыз. Егер есепте саған сан берілмесе, онда сен ол санды өзің теңестіріп ал деген сөз. Яғни а деген санымыз 100-ге тең болсын. Жалпы пайызға байланысты есептер шығарған кезде біз сандарды алуымыз керек. 10, 100, 1000 деген сандарды алу керек та. Сонда есеп шығару оңайлау болады. Түсінікті ма, жігіттер, қыздар? Демек, кеттік. 100 деген санға теңестірдім. Енді оның жақсылап қарайтын болсақ, жартысының дейді. Жартысы деген сөз, оны 2-ге бөлу керек деген сөз. Демек, 100-ді бөліп жіберемін 2-ге, тең болады екен 50. Яғни оның жартысы 50. Ал енді оның 20%-ын тап дейді. Демек, санның пайызын табу үшін берілген санды пайызға көбейтіп 100-ге бөлу керек деген сөз. Сонда бізде мына нөл мен мына нөл қысқарып кетсе, мына нөл мен мына нөл қысқарып кетеді. Ал енді 5-ті 2-ге көбейтіп жіберсем, менде 10 шығады екен. Яғни менің іздеп атқан саным, белгісі саным 10 деген сан екен. Енді осы 10 деген сан бастапқы 100 деген санның неше пайызы деген сұрақ келді ғой.
Сонда бастапқы 100 деген санымыз ол 100% болатын болса, онда 10 деген санымыз ол неше пайыз деген сұраққа жауап іздейміз. Міне, бұл есепті де біз пропорциямен шығарамыз. Яғни бұл жерде бір шама артқанда екінші шама да артып жатыр. Демек, бұл бізде тура пропорция. Ал оны шығарамыз біз көбелек әдісімен. Сонымен кеттік. 100x тең болады екен 10 көбейтілген 100-ге. X-ті табу үшін 10 көбейтілген 100-ді бөле саламыз 100-ге. 100 бен 100-ді қысқартып жіберсек, X тең болады екен 10-ға. Демек, оның 10%-ын құрайды деген сөз. Ал ол бізде С нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Міне, тек қана дейді, жұп цифрлардың көмегімен жазуға болатын 5-ке еселі 4 таңбалы сандар санын табыңыз дейді. Жалпы бізде математикада қанша цифр бар деген сұраққа бірінші жауап іздейік. Демек, математикада бізде 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген 10 цифр бар. Осы 10 цифрдың белгілеп қойайын. 0, 2, 4, 6, 8 деген цифрлары жұп цифрлар деп аталады. Түсінікті ма? Осы цифрлар бізде жұп цифрлар деп аталады екен. Демек, бұл есепті шығару үшін міндетті түрде мына бір логиканы қолданады екенбіз. 4 таңбалы сан деген сөз 4 ұяшықтан тұрады дейміз. Бірінші ұяшық, екінші ұяшық, үшінші ұяшық және төртінші ұяшық. Мұқият тыңдаңдар. Енді сан 5-ке бөліну үшін ол міндетті түрде 0-мен және 5-пен аяқталу керек. Сан 5-ке бөліну үшін 0-мен немесе 5-пен аяқталу керек. Демек, жұп сан болатын болса, сонда 0 деген санды мен ең соңына ғана қоя аламын. 5-ті не істей алмаймын? Қоя алмаймын. 5-ті қойсам тақсан болып қалады. Сонда берілген, ізделініп атқан санның барлығы 0-мен аяқталатын сандар деген сөз. Сондықтан да соңғы ұяшыққа мен 1-ді қоям. Неге 1-ді қойдым? Себебі соңына бір ғана сан қоюға болады деген сөз. Соңына неше сан қоюға болады екен? Тек қана бір ғана санды қоюға болады деген сөз екен. Енді 0 деген сан кетті, бізде тағы да қандай сандар қалды? Сол сандарды біз бір шеттен тағы да қойып шығуымызға болады. Қараңдар, біздің 0 деген санымыз кетті. Енді бізде қандай цифрлар қалды? 1, 2, 3, 4, 5 цифр. Енді осы 5 цифрдің біреуі кетті. Демек, бізде нешеуі қалды? 4-еуі қалды. Егер бұл 4 цифрды мына жерде әкеп қоятын болсам, менде 0-ден басталатын сан болмайды дедік қой. Біреуін өшіріп тастап 4 цифрды қойдық. Ал енді осы берілген цифрлардың ішінде тағы да 4 цифры бізде кететін болса, онда біз бұл жерге 3-еу деп қоямыз. Неге 3-еу деп қойдық? Өйткені берілген цифрлардан біз бір-біреуден алып отырмыз. Ал келесі ұяшыққа біз 2-еу деп қоямыз. Сонда біз табатын сандарымыз осы 4, 3, 2, 1 деп табылып атқан сандарымыз қайталанбайтын, яғни цифрлары қайталанбайтын 4 таңбалы сандар екен. Яғни бұлардың цифрлары мүлде қайталанбайтын. Түсінікті ма? Мүлде қайталанбайтын 4 таңбалы. Сонда бұл жердегі ереже бойынша 4-ті 3-ке, 2-ге және 1-ге көбейте саламыз. 4, 3, 2, 1-ді көбейтетін болсақ, цифрлары қайталанбайтын бізде 24 сан шығады. 24 5-ке бөлінетін сандар шықты. Енді қараңдар, бұл жерде бізде цифрлары қайталанбайтын деген сөз жоқ. Демек, цифрлары қайталанбайтын деген сөз болмағандықтан, бұл жерде біз берілген цифрларды қайта қоюымызға да болады деген сөз. Ол қалай? Осы 4 таңбалы сандарды мына ұяшық әдісімен тағы да алатын болсақ, онда қалай болады? Соңына бір ғана санды қоюға болады, 0-ді ғана. Енді ол 0 деген санды оның қайтадан басына әкеп қоюға болмайды. Сондықтан да бұл жерге 4-еу кетеді. Ал енді осы 5 цифр орталарында келе беруге болады ғой. Мысалы келтіретін болсақ, мысалы 20, 46 деп жазуға болады ғой. Сондықтан да мына ұяшыққа біз 5 цифрды да кетеді дейміз. Мына ұяшыққа біз 5 цифрды да кетеді дейміз. Сонда цифрлары қайталанбайтын неше 4 таңбалы сан, қайталана беретін неше 4 таңбалы сан бар десе, онда осының барлығын тағы да көбейте салады екенбіз.
Сонда біздің есебіміз шығады екен 100. Яғни біздің шынайы жауабымыз бұл жерде А нұсқасында шығады екен. Кестеде жазылған сандардың 22-сі 3-ке, 23-і 5-ке, 26-сы 7-ге қалдықсыз бөлінеді дейді. 5 сан 3-ке және 5-ке қалдықсыз бөлінеді. 7 сан 5-ке және 7-ге де бөлінеді. 9 сан 3-ке және 7-ге қалдықсыз бөлінеді. Ал 2 сан 3-ке, 5-ке және 7-ге қалдықсыз бөлінеді дейді. Ал кестеде барлығы қанша сан жазылған? Бұл да бізде комбинаториканың есебі. Бұл комбинаториканың есебін біз Эйлер-Вен дөңгелектермен шығаратын боламыз. Эйлер-Вен дөңгелектерін былай сызып алайық. Демек, 3 түрлі дөңгелек сызып аламыз. Демек, бірінші дөңгелек дегеніміз ол 3-ке бөлінетін сандар болсын. Екінші дөңгелек дегеніміз ол 5-ке бөлінетін сандар болсын. Ал үшінші дөңгелек дегеніміз 7-ге бөлінетін сандар болсын. Демек, 3-ке бөлінетін сандардың саны 22. Мына жерге жазып қоямыз, 22 деп. Ал 5-ке бөлінетін сандардың саны бізде 23 екен. Демек, мына жерге 23 деп қоямыз. Ал 7-ге бөлінетін сандардың саны бізде 26 екен. Демек, мына жерге 26 деп жазып қоямыз. Ал енді қарап отырсаңдар, 7-ге, яғни 5-ке және 3-ке де бөлінетін сандар дейді. Енді бұл жерде қарап отырсақ, 5 сан бар екен, 3-ке де 5-ке де бөлінеді. Демек, олардың қиылысуына жазып қоямыз 5 санды. Келесі, 7 сан 5-ке де 7-ге де бөлінеді дейді. Демек, 7-ні мына жерге жазып қоямыз. Ал 9 сан 3-ке де және 7-ге де бөлінеді дейді. Демек, мына жерге 9 деп жазып қоямыз. Ал 2 сан осының барлығына бөлінеді дейді. Демек, бұл есепті шығару үшін біз Эйлер-Вен дөңгелектерін толтырып аламыз да өзінің арнайы формуласына салатын боламыз. Енді ол формуланы бізге былай айтады. Бұл берілген шеткі мүшесіндегі сандарды қосып дейді. Шеткі мүшесіндегі сандарды қосып, ортаңғы мүшесіндегі сандарды олардан азайтып дейді. И центрдегі санды қайтадан қоса салды. Ол не деген сөз? Демек, формула бойынша пиді табу үшін дейді. Мен 22-ге қосамын 23-ті, қосамын 26-ны. Одан азайтады екен ортасындағы сандарды. Ортасындағы сандар бізде 5, азайтамын 7, азайтамын 9. Соңында барып қосады екенмін центрдегі санды. Центрдегі сан бізде 2. Тура осы ережені орындайтын болсақ, біздің есебіміздің жауабы шығады екен. Демек, кет, осы есепті сендермен бірге отырып, асықпай бір орындап көрейік. Сонымен, 22-ге қосамыз 23-ті, 23-ті, и оған қосамыз 26-ны. Сонда бізде 71 шықты. Енді осыдан азайтамыз. Түсінді ма? Азайтамыз нешені? 5-ті, азайтамыз 7-ні, азайтамыз 9-ды. Сонда бізде шығады екен 50. И оған қоса салады екенбіз соңында нешені? 2-ні. Сонда біздің есебіміздің жауабы пи деген, яғни барлық сандардың саны 52 екені шығады екен. Демек, бұл бізде Д нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Келесі есебіміз. Айгүлдің дейді, жасы інісінің жасынан 2 жас үлкен дейді. Және ағасының жасының жартысындай дейді. Үшеуінің жастарының қосындысы әкесінің жасына тең дейді. Айгүлдің әкесі 38 жаста екені белгілі. Айгүлдің 3 жылдан кейінгі жасын анықтаңыз дейді. Демек, қазіргі жасын емес, 3 жылдан кейінгі дейді. Біз қазір теңдеу шығаратын болсақ, қазіргі жасын табамыз. Одан кейін оған 3-ті қосып, біз 3 жылдан кейінгі жасын табамыз. Сонымен бірінші жазып қояйық. Айгүл. Так, Айгүлдің жасы бізде X болсын. Інісінің жасынан 2 жас үлкен дейді. Так, Айгүлдің жасы X болса, інісінің жасынан 2 жас үлкен дейді. Онда інісі дегенді деп жазып қояйық. X минус 2 деп қояйық. Айгүлден 2 жас кішкентай ғой. Және ағасының жасының жартысындай дейді. Демек, ағасы деп жазып қойып мына жерге. Ағасы. Ағасы дейді. Демек, ағасының жартысының жартысындай деген сөз, ағасы одан 2 есе үлкен деген сөз да. Сонда ағасының жасы 2x деген сөз. Осы үшеуінің жастарын қосқан кезде кімнің жасына тең болады екен? Әкесінің. Енді әкесі деп отқанымыз бізде 38 жасқа тең екен. Енді біз осы жерде теңдеу құрастыра алуымыз керек. Қараңдар, Айгүлдің жасы X қосамын, інісінің жасы X минус 2 қосамын, ағасының жасы 2X тең болады 38-ге. Осы теңдеуді шешсек,
біз айгүлдің қазіргі жасын табады екенбіз. Сонымен x қосылған x азайту 2 қосылған 2x тең болады екен 38-ге. Мынау x бар, мынау x бар, мынау 2x бар, барлығын қоссақ 4x болады. Тең болады 38-ден азайтады екен, қосады екенбіз 2-ні. Яғни 38 арғы бетке минус 2 плюс 2 болып өтті. Сонда 4x тең болды бізде 40-қа, x-ті табатын болсақ 40-ты бөлеміз 4-ке, сонда x деп отқанымыз бізде 10-ға тең болады екен. Демек, Айгүлдің қазіргі жасы 10-да. Бірақ бізден сұрап жатыр, Айгүлдің 3 жылдан кейінгі жасын тап деді. Демек, 10-ға қосады екенмін 3-ті, 13 жас болады екен. Демек, Айгүлдің 10 жылдан кейінгі жасы, 3 жылдан кейінгі жасы бізде 13 жас болады екен. Мінекей, бұл есепте түсінікті болды деген ойдамын. Кеттік. Мына бір есепті қарастырамыз. Одан кейін бізде соңғы есеп Кивидің есебі болады. Сонымен дайынсыңдар ма? Кеттік. Біздің 9-шы есебіміз. Данияр жататын бөлмені тұсқаға жапсырмақшы. Данияр өзінің бөлмесіне тұсқаға жапсырмақшы. Оның жатын бөлмесінің ұзындығы 5 метр, ені 4 метр, биіктігі 3 метр екен. Терезе мен есіктің аудандарының қосындысы 5 метр квадрат болса, жатын бөлмеге жұмсайтын тұсқағаздың ауданы тап дейді. Енді жатын бөлменің сызбасын былай сызып көрсетейін сендерге, иә? Жатын бөлмесі мынандай бір параллелепипед тәрізде сызба. Параллелепипед тәрізде сызба. Көрдіңдер ме? Осы жерде есік пен терезе бар дейік. Мына жерде есік болсын, мына жағында терезе болсын дейік. Жатын бөлме. Енді осының стенасына потолок пен полға жапсырмайды. Стенаны айналдырып не жапсыру керек? Түс қағаз жапсыру керек. Енді ұзындығы 5 метр деді, 5 метр жазып қоямыз. Ені 4 метр деді, 4 метрді жазып қоямыз. Биіктігі 3 метр деді, 3 метрді жазып қоямыз. Енді бұл жердегі 4 қабырғаның біз несін табуымыз керек? Ауданын табуымыз керек. Сонымен, қараңдар, бірінші, есігі бар қабырғаны қараймыз. Міне, қызылмен бояп қойдым. Көрдіңдер ме? Демек, S1 деген аудан. Аудандікі бізде A көбейтілген Б, ұзындық және еннің көбейтіндісі. Демек, 4-ке көбейтемін 3-ті. 4 көбейтілген 3. Ол тең болады 12 метр квадрат. Енді терезе жақ барды мен мына қызыл сызықпен сызып қойдым тағда. Демек, бұл жақтың да өлшемі 4-ке 3. Сонда S2 деген аудан бізде 4 көбейтілген 3 тең болады 12 метр квадратқа. Ал енді бізде есігі де жоқ, терезесі де жоқ жақ бар. Оны мен мінекей көк сызықпен бояп жатырмын. Ол арт жақтағы стена. Ол бұл жерде 5-ке 4 па, 5-ке 3 па. Қарайық. Бізде ені ұзындығы болатын болса 5 метр, ал биіктігі бізде 3 метр. Демек, S3 аудан деп отқанымыз 5 көбейтілген 3, 15-ке тең екен. 15 метр квадрат екен. Енді сәйкесінше оның бір жағы бар, иә? Бір жақ тұрған стена бар. Демек, осы жақты да алуымыз керек. S4 дейміз оны. Демек, ол да 5 көбейтілген 3 тең болады 15 метр квадратқа. Сонда жалпы 4 қабырғаның общий ауданы қанша болады? Соны табамыз. Демек, 12-ге қосамыз 12-ні, қосамыз 15-ті, қосамыз 15-ті. Демек, осының барлығын қосатын болсақ, бізге 24 қосылған қанша болады? 30 болады екен. Сонда барлығы бізде 54 болады екен. Демек, бөлменің ауданы 54 метр квадрат. Енді осы жерде бір нәрсені ескеру керек. Бізде есік пен терезеге тұсқаға жапсырылмайды. Ал олардың ауданы 5 метр квадрат еді. Сондықтан да 54 метр квадраттан азайтамын 5 метр квадратты. Сонда менде 49 метр квадрат шығады екен. Демек, жапсырылатын жердің ауданы 49 метр квадратқа тең екен. Суреттегі тіктөртбұрышты параллелепипедтен құралған фигураның көлемін табыңыз дейді. Жалпы бұл типтегі есептерді шығару үшін әркім әртүрлі тәсілді түсіндіріп жатады. Енді мен осы жерде оқушыларға мына бір тәсілді көрсеткім келеді. Мына берілген параллелепипедті біз толтырып алайық. Толық деп ойлайық та. Бұл параллелепипед осылай толық болсын деп ойлайық. Енді айтамын, әркім әртүрлі түсіндіруі мүмкін. Енді мен осылай түсіндіруді жөн көрдім. Бұның барлығы толық деп ойлайық. Бүтін деп ойлайық та. Сонда бұның барлығы егер бүтін болатын болса, онда біздің ол биіктігі қанша болады? Биіктігі дегеніміз мынау 6, мына жерде 2 қосылады. Демек, биіктік ол бізде С болатын болса, 6 қосу 2 тең болады екен 8-ге. Түсінікті ме? Ал енді бізге келесі, оның ені керек.
Ен деп отқанымыз мінекей ол 3-ке тең екен. Демек, Б деп отқанымыз ен ғой, ол бізде 3-ке тең. Ал енді бізге не керек? Бізге керек болады ұзындық, иә? Демек, ұзындықты табатын болсақ, қараңдар, мына жер 5, ал мына жер 3-ке тең. Демек, біздегі А деген ұзындықта нешеге тең екен? А деген ұзындығымыз, ол да 8-ге тең екен. Ал енді бұл жерде көлем дегеніміз не? Көлем дегеніміз А көбейту Б көбейту С деген сөз. Демек, барлығын көбейтеміз. Біздегі берілген 8 көбейту 8 көбейту 3 деп көбейтіп аламыз. Осылардың барлығын көбейтіп аламыз. Ойбай, өмірді қиындатып басқа жолмен істедім ғой дейді ғой. Оны өмірді қиындатып басқа жолмен істеудің қажеті жоқ. Мынаны дырылдата бермеңдер, болды уже. Есепті шығарып бастадық. Жігіттер, қыздар, дырылдата бермеңдер. Сонда осының барлығын қазір безу көкіп, осының барлығын көбейтеміз. Яғни 64-ті көбейтеміз нешке? 3-ке. Сонда менде 192 шығады. Демек, мынаның толық көлемі, яғни бүтін болған кездегі көлемі 192-ге тең. Ал енді қараңдар, мына жердегі үстіндегі бос бөлік маған керек емес қой. Осыны тауып аламыз. Қараңдар, мына жер 3-ке тең. Мына жер 3-ке тең. Мынау асты 5-ке тең болса, мына жерде 3-ке тең. И мына бір жер бізде 5-ке тең. Яғни мен 5, 3, 3 деген тағы да бір көлем іздеймін. В1 деп қойын. 5 көбейту 3 көбейту қанша болды? Менде 3 болды. Сонда ол жер болады екен менде қанша? 45. Енді дәл осындай көлем бізде қайда бар? Астында бар, астында. Астында ол 5, биіктігі 2, ал былай қарап 3. Мінекей, былай қарап 3 қой. В2 деген көлемді алатын болсақ, онда 5 көбейтілген 2 көбейтілген 3 та. Демек ол нешеге тең екен бізде? 30-ға тең екен. Енді біз соңғы нәтижені табу үшін қандай амал орындаймыз? Болды, енді есепті шығарып тастадық қой біз. Азайтамыз 45 и азайтамыз нешені? 30-ды. Сонда біздің жауабымыз болады екен 117. Демек, 192-ден азайтамыз 45-ті, азайтамыз 30-ды. Сонда біздің жауабымыз 117 шығар екен. Міне.